Ауыл болса кеп тұрыңыздар деймін. Бала шағаларыңыздар. Қазақтың жаныңыз осылай болсын. Ал енді мынау елу жыл болып кездесіп жатыр ғой. Адамның жүрегі қартаймайды, жүректеріңіз қартаймай, үлкен азамат, ата, немере, шөбере сүйіп, шөп-шөп сүйіп жүріңіздер. Асылханаңыз кең болсын, үйлеріңізде той болсын, той қаласын. Осы кездесулеріңіз енді 60 жылдық, 70 жылдық кездесулеріңіз. Құрметті ағалар мен апалар, мәпелеп баққан ұл қызыңа Алла бақыт берсін. Сендерге, сіздерге, біздерге сол бақытты көретін уақыт берсін деп. Ал, шопырлар мен шопырлардың құрметіне шопырдың әр. Дастарханның берекесін берсін, елге бейбітшілік, нанымға тоқшылық берсін. Алла тағалам патшаға тауфық берсін, дендеріңе саулық берсін. Мына бейбіт заманда ден саулық берсін. Бастары аман, жүздерің жарық,
бақытты заманда, мына бейбіт заманда дастархандарың кең болып, бала-шағаның, немере шөберенің рәтін көруге жазсын. Осы достық ынтымақтарыңда Алла тағалам арттыра берсін. Соның бәрін көретін, сол қызықшылықтарға жететін денсаулық болсын. Мына бүгінгі қызмет істеген балдарға да сол қызметті жақсылап, бағалап, тыңдай білген, көре білген, мына дастарханда отырған барлығыңа Алла тағалам тек жақсылық берсін. Сендердің барлығыңа рахмет. Сол рахметті мынау бүкіл класстастардың атынан айтты деп есептеңіздер. Көргендерің тек жақсылық болсын, таңдарыңды жақсылап атқызсын Алла тағала, түндеріңді тыныш жатқызсын. Аумин.